проблемадан құтылатын қандай әдіс бар? Проблемадан құтылатын ең бір оңай әдіс, бұл жаңа қазақтың өзінің сөзінің түбірін төркінін түсіну дейді ғой. Құтылу, ұтылу. Қ әрпін алып тастасақ, ұтылу болады. Сонда проблемадан құтылу үшін адам ұтылу керек. Өзіңнің бір бойыңдағы жаман қасиеттеріңді қабылдап, өзіңнің бір күнәларыңды, қателіктеріңді қабылдап ұтылу. Ұтылған кезде ұтатын болып тұрмыз ғой. Және ұтылған кезде құтылатын болып тұрмыз. Егер де жоқ, менікі дұрыс деген, я прав деген нәрсе адамды қинап жіберетін болып тұр ғой. Женщина или права дейді, или счастлива дейді орыстар. Мужчина или прав дейді, или успешен дейді. Сондықтан бақытты болғыңыз келсе ұтыласаңыз. Шашки ойындағы секілді екі жеп биге шыққан әркімге де көп жақсылық та келеді. Ұтылудың, екі жеп биге шығудың, өмірдің бір керемет әдістерін жаттап алып, ережелерін әдемі бір әлемді жасап алуға бай болайық тренингінде мен сіздерге жақсы техникалармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде келіңіздер, күтемін.